осы әйелдердің махаббатына таң қаламын да. Егер бір жақсы көретін болса бар ғой, шынайы жақсы көреді ғой. Бір әйелді мойындау деген өте қиын нәрсе ғой. Ой, ол ананың талантын, сұлулығын, фигурасын, даналығын мойындау деген ол жүректің тазалығы. Көп жерлерде жүремін ғой, тойларға барамын, жиындар. Тіпті бір түс кезінде бір достарыммен 2-3 адам болып шай ішуге кірген кезде, сол залда бір 5-6 толып отырса, міндетті түрде әйтеуір бір штук болсын бір әйел шығады да, бүйтіп отырады. Сосын мен енді бір арқалы қызмын ғой. Кіргеннен бәрі танып, ой, апа деп бәрі фото, видео, деп сән салтанат болып кетеді да мен кірген жерім. Сосын жаңа бір штук мыжырайған әйел жал жасап отырады ғой. Администратор келеді, Меруерт әпке ренжімеңізші, сізді құрметтейміз, сыйлаймыз. Ана бір келіншек сөйтіп айтып жатыр дейді. Сосын, ойбай, ол келіншекке не болып тұр? Одан сайын айқайлап кетесің ғой. Сондықтан да жандарым мені көрген кезде, махаббаттарыңыз болмаса қинау жоқ. Маған жауап жасап, ешқандай әуре болмаңыз. Сіздің жауабыңыз бұл Қазақстанда қабылданбайды.